Сәлем достар, бүгін үгітілмелі пирог дайындайтын боламыз. Өзі жұмсақ, әрі тәтті, жеп-жеңіл пирогты бізбен бірге дайындаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Одан кейін секерімізді, бөлме температурасындағы сары майымызды, қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Одан кейін қажетті мөлшерде ұнымызды салып, үгітілмелі масса шығарамыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ үгітілмелі масса шығуы қажет. Енді начинка дайындаймыз. Жұмыртқамыздың ағына үстіне секер қосамыз. Одан кейін 20% сметана, яғни қаймақ. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аласыздар. Енді бізге 24 формалы масса қажет. Үгітілмелі песочный тестамызды 2-ге бөлеміз. Жарты бөлігін осылай астыңғы бөлігіне жақсылап тегістеп жайып шығамыз. Үгітілген массамызды біркелкі етіп жайғаннан кейін үстіне сұйық массаны құямыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Үстіңгі бөлігіне қалған үгітілмелі массамызды салатын боламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минутта пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет.